Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін тауық етінен өте ерекше ресторандағыдай болып шығатын керемет тағам пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Сонымен достар, бұл рецепт үшін тауық төс етін немесе мен секілді жамбас етін қолданамыз. Мен жамбастың сүйегін алып, етті жуып, құрғатып алдым. Енді етті тақтайға бір-бірден қойып шығамыз. Одан кейін еттің бетін пищевая пленка, ол болмаса мен секілді пергамент қағазмен жауып, мінекей осылайша етті ұрғылап жұқартып алуымыз керек. Достар, егер сіздерде ет жұқартатын балға болмаса, оның орнына оқтау қолдануға да болады. Енді етті тұздауға кірісеміз. Сонымен қатар кептірілген сарымсақтан да қосамыз. Және міндетті түрде паприка себуді де ұмытпаңыздар. Ал дәмдеуіштер етке жақсы сіңсін десеңіздер, онда оларды қолымызбен мінекей осылайша етке жағып шығамыз. Енді достар, етті екінші жағына аударып, жаңағы істегендеріміздің барлығын қайталаймыз. Осымен еттің шаруасы бітті, енді оны осы күйінде 30 минутқа маринадталуға қоямыз. Ал қазір салмасын дайындайық. Ол үшін бөлек ыдысқа 4 бұрыштап туралған қызанақ, үккіштен өткізілген ірімшік және майдалап туралған ас көк немесе ақ желкен салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен салма дайын достар, етімізде барлық дәмдеуіштерді бойына жақсы сіңіріп үлгерді. Енді еттен алып, оның ортасына шамамен 2-3 ас қасық салмадан саламыз. Және өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда етті ораймыз. Мінекей достар, қараңыздар, бізде осындай мини рулеттер шықты. Енді олар пісу барысында ашылып кетпес үшін шеттерін видеодағыдай зубочисткамен бекітеміз. Енді формаға кішкене сұйық майдан жағып, оған рулеттерді орналастырамыз. Ал қазір арнайы соус дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа қышақ қосып, екеуін біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Енді осы соусты еттің бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Рулеттерді алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, біздің тағам дайын, өте сочный, дәмді, әдемі кешкі ас. Бұл тағамның қасына күріш те, картоп пюресі де, қарақұмық та, фри де, жалпы кез келген гарнир жақсы үйлесіп кетеді. Сіздерге бұл тағамды дайындап көруге кеңес етемін. Өзіңіздің де, отбасыңыздың да көңілінен шығары сөзсіз. Достар, бұл рецепт сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса, маған қолдауларыңызды көрсетіп, осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.